Екінші сұрақ әріптесімнің, Маралдыдағы жағдай қалай? Соңғы кезде әлеуметтік желіде түрлі видеолар тарап жүр. Бұған не дейсіз? Енді Маралдыдағы жағдай менің жеке бақылауымда. Ол желідегі шығып жатқан видеолар осыдан 2-2,5 жыл бұрынғы бастапқы кезде орын алған жағдайлардың видеоларын қайтадан салып жатырмын. Осы брифинг тұсында сондай видеолар көбейетіні ол бәрімізге түсінікті жағдай. Қазіргі таңда ол Маралды ауылында мұндай жағдай жоқ деуге болады. 25 сол Маралды қазір сол зауытта жұмыс жасайды. Қосымша ол ВСАМ компаниясы 5 жылда 6 жылда 2,5 миллиард теңге әлеуметтік жаңағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында сол ауылдың дамуына ақша бөліп отыр. 315 миллион теңге былтыр бөлді, биыл 400 миллион теңге, алдағы 3 жылда 500 миллионнан бөледі, сосын 6 жылы тағы да 305 миллиард теңге бөліп, барлығы 2,5 миллиард теңге бөледі. Қазірдің өзінде ауылдың барлық жолдары асфальтталған, барлық көшелерінде жарықтар орнатылған, бейне бақылау да қосылған, спорттық воркауттар, жаңағы футбол алаңы дейміз, хоккей алаңы дейміз, сондай-ақ әлеуметтік нысандардың барлық жөндеулерден өтті. Енді сол ауылдағы жаңағы өзінің кәсібін ашам дегендерге қайтарымсыз грант, төмендетілген пайызды кредит беру сияқты басқа да жұмыстарды қолға алады.